Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ауызашарға осындай алма, жаңға қосылған қызылша салатын бірге әзірлейтін боламыз. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңізге қажет көлемде қызылша, алма, жаңғақ алып алыңыздар. Осылай қызылшаның қабығын аршып, майдалап көбіктеп тұрыңыздар. Неғұрлым майда болса, соншалықты әдемі болады. Алманың да қабығын ашып, осылай майда етіп, көбіктеп турап алыңыз. Онан соң жаңғағыңызды алып, қатты майдалаудың қажеті жоқ, орташа көлемде етіп, майдалап шығып, салаттың үстіне қосып жіберіңіз. Бұл салат тәтті салаттарға жатады, сондықтан кішкене ғана шым тұз қосып, бір ас қасық немесе 2 шай қасық шекер салып жіберіп, майонезінде аздау қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай өте жеңіл әрі өте пайдалы салат шығады. Асқазанға өте жеңіл салаттардың бірі болып табылады. Мені де қолдап тіркеліп кетіңіз.